Қазақстанымызды асырап отырған мұнайлы Құлсары өлкесінің халқы шығыпсыздар да Тоқаевқа видео үндеу жолдапсыздар. Аса құрметті, сіздерге үй соғып берді ме, әділ өтемақы төленді ме, жағдай жасалды ма, неге? Әлде халықты қаңтарда атуға бұйрық берген үшін аса құрметті ме? Дәл осы Тоқаевтың кесірінен сіздер қазір үйсіз қалып, далада қаңғырып жүргендеріңіз. Әлде Тоқаев сіздерді су тасқыны болғанын білмейді дейсіздер ме? 30 жыл үкімет басында жұмыс істеді, премьер-министр болды, 5 жыл президент болды. Естейтін, халыққа жаны ашитын президент болса, ол су тасқынының алдын алатын еді. Ал сіздердің жасап тұрған видео үндеулеріңіздің нәтижесі жоқ және болмайды. Себебі бұға берсең, сұға береді. Сіздер Құлсарының қожайынысыздар. Сіздер толықтай талап етуге құқыларыңыз бар. Талап ету керек, талап. Алға Қазақстан партиясының талабын айтыңыздар, егерде шын мәнде жаңа үйлі болғым келеді, әділ өтемақы алғым келеді, мына қолымда ұстап жүрген нәрестемнің көз жасына қалмайын десеңіздер, айтыңыздар, әрбір суға кеткен үйдің шаршы метріне 500 мың теңге төленсін 3 айдың көлемінде. Әрбір суға кеткен аймақтағы халыққа, тіпті балаға дейін 1 миллион теңге шұғыл түрде төленсін деп, осы талапты нақты талап етіңіздер. Алға Қазақстан!